Баршаңызға сәлем, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бүгін өте дәмді бұқтырманы ошаққа пісіреміз. Мен бұқтырманы қойдың етінен әзірледім. Қалауыңызбен сиырдың етінен жасай берсеңіз де болады. Маңыздысы ет тұздалмаған, сүрленбеген болу керек. Сонда бұқтырмаңыз әдемі болып шығады. Ал ендіше бастайық. Ошақтың астына отты жағып, қазанымызды қыздырып, кішкене май құйып қыздырып алғасын, етімізді саламыз. Етті ірідей турап салу маңызды, себебі майдалап турап салса, еттер кәдімгідей бұқтырылып піскен кезде жоқ болып кетуі мүмкін. Сондықтан ірі етіп турап салып, бір рет араластырып аламыз да, қақпағын жауып, 1 сағаттай бұқтырамыз. Мүмкін жарты сағат бұқтыруыңыз мүмкін. Ол малдың жасына қарай. Жас мал болса, жарты сағат бұқтырсаңыз жеткілікті болады. Кейін қақпағын ашып, астындағы отын көбейтіп, суын азайтамыз. Осылайша етіміз қуырылып, сәл жұмсарды. Мен шамамен 45 минуттай бұқтырдым. Енді көкөністерімізді саламыз. Барлық көкөністерді іріде турау маңызды. 5-6 пияз турадым. Көкөністерді піскен кезде тамақта жоқ болып кетуі мүмкін. Осылай іріде турап салсаңыз, тамағыңызда әдемі болып тұрады. 5-6 пиязды турап салдым және 4-5 сәбізді салдым. Сәбіз менде орташа, ортасынан осылай бір-бір бөліп сала бердім. Және де болгар бұрышы. Болгар бұрышы менде бір 4 болгар бұрышын қостым. Көкөністер көп болған сайын бұқтырмаңыз өте дәмді болады. Мен бұқтырманы 4 килограмм еттен жасадым. Осылайша қызанақты да ортасынан 2-ге 3-ке бөліп салып шығамыз. Қазанның астындағы отты кішкене көбейтеміз. Осылайша бір араластырып аламыз. Татымына қарай тұздаймыз. Төрт-бес лавр жапырағын саламыз. Қара бұрыш, кәдімгі горошек қара бұрыш салсаңыздар тіптен жақсы. 2 бас сарымсақты салдым. Енді тағы да бір рет араластырып аламыз да, сосын картоптарымызды салып шығамыз. Картоптарды ірідей салыңыздар. Үлкен картоптар болса, ортасынан бір бөлсеңіздер болады. Осылайша бетіне салып шығамыз. Картопты салғасын, тамақты араластырмаймыз. Себебі біздің картоптарымыз езіліп кетуі мүмкін. Оның үстінен орам жапырақтарды салып шығамыз. Менде орам жапырақ үйдегі бар орам жапырақ болғасын жеткені осы болды. Көптеу салсаңыздар тіптен жақсы. Және укроп, петрушканы осылай қойып шықсаңыздар болады. Егер укроп, петрушка ұнатпасаңыздар, піскесін алып тастасаңыздар болады. Тамаққа әдемі дәм береді. Тағы да татымына қарай картопқа капустаға тұзды қосып, қақпағын жауып, 45 минут 1 сағаттай бұқтырамыз. Астындағы отын қадағалап отыруды ұмытпаңыздар, қатты жанып кетпеу керек. Бұқтырмамыз бабында пісуі керек. Егер суы тартылып кетіп жатса, 1-2 пиала су қосып жіберіп, қадағалап отырсаңыз болады. Асты күйіп кетпесе болды. Суы бұрқылдап қайнап тұру керек. Осымен біздің бұқтырмамыз дайын. Тәрелкеге бірінші картоптарын, капусталарын салып, сосын оның үстінен еттерін саламыз. Сосын үстінен сорпасын құямыз. Бұқтырмамыз өте дәмді, иісі деген керемет. Ошаққа пісірсеңіздер осылай дайындап көріңіздер, және дәл осы рецептпен кәдімгі газға, плитаға жасай берсеңіздер де болады. Видео рецепт барлығыңыздың көңіліңізден шықты деген үміттемін. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Рахатай.